Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үйдегі бар заттармен балаға қызықты ойындар жасауға болатынын көрсетемін. Қарапайым макаронмен неше түрлі ойын жасауға болады. Соның бірін түстер тақырыбына арнап жасадым. Ризаэль түрлі түсті макарондардан мұнара тұрғызатын болады. Алғашқы сәттен-ақ Ризаэльге бұл тапсырма өте ұнады. Макарондарды қалай бояу керектігін жоғарыда видеодан көре аласыздар. Бұл емес. Сары ғой, сары. Және қарапайым пенопласт пен шпажке қажет. Тапсырма орындау барысында түстердің атауын айтып отырамыз және баладан соны қайталап сұраймыз. Қызыл, айт қызыл. Бұл тапсырманы орындау арқылы бала түстерді ажыратып үйренеді. Сонымен қатар, қолдарының майда бұлшықеттерінің жетілуіне пайдасы зор. Келесі ойын жұмыртқа жару деп аталады. Дәл видеодағыдай балаға жасап берсеңіздер, баланың әртүрлі эмоциясын көруге болады. Қасықты қойып, Ризаэль жұмыртқа қабығын қолмен жаруға кірісті. Бұл да жаңа айтып кеткендей, баланың қолдарының моторикасының дамуына, жетілуіне өте пайдалы. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.